Бірлік дегеніміз бір адамның айтқанымен жүру деген. Ол қалай ойлайсыз, ол дұрыс па, дұрыс емес пе? Бір адам ол қуатын адам болсашы. Бізде қуатындар көп негізі. Жаңа қуатындар да қартаяды депті ғой. Сондықтан ол ондай болмайды. Бір адамның сөзі шындыққа келсе, ақылға қонымды болса, көпшілік оны қабылдаса, онда жүреміз. Әйтпесе басша қояғы жоқ. Бір адамның айтқаны бір қызық, имам Бұхариде мынандай бір қызық хадис келеді. Пайғамбар саллаллаху кезінде. Мынау бір кемеге дейді, бір кемеге адамдар мініпті. Байлар кеменің үсті жағында болады екен да. Сауатсыз, оқымаған, кедей, түрі жаман киімі сасықтар мына астында болады екен. Содан кейін мына киім жамандар тамақ ішейік деп мына кеменің үстіне шығады ғой. Сол кезде иістерінен, түрлерінен мына байлар жиркенеді екен. Содан кейін мына астында отырғандардың ішінен біреу айтыпты. Біз мына суға бола кеменің үстіне шығып жатырмыз депті, иә? Зачем неге шығамыз депті? Не істейік депті. Біреудің артына ілесейік депті. Сендер менің артына ілесіңдер депті. Не істейік? Біз итак кеменің ішіне келе жатырмыз ғой, судың ішіне депті, мұхитта, иә? Мына кемені мен тесем депті қазір. Содан үшін суға қатты шебірейік деп, зачем? Содан жаңағы дурак тесіпті жаңағыны. Сүмма арақа жәмиян. Содан кейін ана су кеме тескеннен кейін не болады? Батады. Сонымен бір дурак бәрін батырып өлтіріпті ғой, байында кедейінде. Мәселе сода. Сондықтан біреудің артынан ілесеміз, егер оның айтқаны ақылға қонымды, өмірге мағыналы және керек болса. Әйтпесе, Мұрат Әбілді де айтып жатыр ғой көп нәрсені былай қарасаң. Ондай болмайды.